Сәлем құрметті оқырмандар, бүгін біз сіздермен АМГ гормоны дегеніміз не, оның мөлшерін көтеруге болады ма, нормасы қандай, не себепті жоғарылап кетеді, не себепті төмендеп кетеді, сол туралы сөйлесетін боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал егер де қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, астына комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Жалпы АМГ гормоны дегеніміз бұл аналық безінде орналасқан өте кішкентай преантральный, антральный фолликулдар өндіретін гормон болып табылады. Аналық безінде орналасқан фолликулдар біз әлі анамыздың құрсағында жатқан кезінде жүктіліктің 16-24 аптасында уже түзіліп бітеді. Ол кезде оның шамамен саны 7 миллиондай болады. Ал қыз бала уже дүниеге келген кезінде оның бар жоғы 2 миллиондай ғана қалады. Қыз балаға етек келетін уақытта оның мысалы 11-12 жасында 300 мыңға дейін азайып кетеді. Неге бұндай процесс болады? Неге ол азайып отырады? Себебі біздің ағзамызда апоптоз, жасушалық өлім деген процесс жүреді. Біздің керек емес клеткалардан, жасушалардан ағзамыз біздің тазартып отырады. Осындай процестің нәтижесінде жасымыз ұлғайған сайын фолликулдардың саны азайғандықтан бізде АМГ-ның да мөлшері азайып отырады. Сол себепті АМГ гормонының мөлшерін, мысалы, егер де сізде 0,1, 0,2 болатын болса, оның санын мысалы 5-6-ға көтеру мүмкін емес. Себебі сіздің уже оны өндіретін фолликулдарыңыз жоқ та. АМГ гормонының нормасын мен мұнда қазір тастап кетемін, таблицаға қарап көрсеңіздер болады. Жалпы әртүрлі жасқа оның өзінің нормасы бар. Бірақ егерде әйел адамда кез келген жаста АМГ гормонының мөлшері 1-ден 0, яғни 1-ден төмен болатын болса, онда біз бұндай елдерде авариальный резерв низкий деп баға береміз. Фолликулдар аз, сол себепті АМГ да низкий, және де бұл әйелдің бала көтеру жүкті болу мүмкіндігі азайып кетеді. Бірақ тек қана АМГ-ге қарамаймыз. Қосымша біз міндетті түрде етеккірдің 2-3 күндеріне ФСГ деген гормонды қарауымыз керек, ингибин Б-ні қарауымыз керек, эстрадиол қарауымыз керек, және де етеккірдің 5-7 күндеріне міндетті түрде УЗИ арқылы аналық безіндегі антральный фолликулдар, яғни 10 мм-ге дейінгі фолликулдардың санын қарауымыз керек. Мінекей осындай комплексный обследование жасаған кезде біз әйел адамның бала көтере алу мүмкіндігі жайлы толық, яғни заключение беруге болады. АМГ гормоны не себепті жоғарылап кетуі мүмкін? Бұның екі түрлі себебі бар. Бірінші, егер аналық безінде гормон өндіретін ісік болатын болса, екіншісі бұл синдром поликистозных яичников кезінде. Синдром поликистозных яичников дегеніміз бұл қазақша қарапайым тілмен түсінікті айтатын болсақ, осы аналық безінде орналасқан фолликулдардың саны бар, сапасы жоқ. Яғни ол майда-майда фолликулдар өте көп, бірақ оның ішінен бізге доминантный жаңағы үлкен өсетін және де бізге яйцеклетка аналық ұрық беретін фолликулдар жоқ. Саны көп болғандықтан ол АМГ гормоны көп өндіріп отырады. Сол себепті біз қан арқылы анализ тапсырған кезде АМГ гормонының мөлшерінің жоғарылауын көруімізге болады. Не себепті АМГ гормоны төмендеп кетуі мүмкін? Ең бірінші себебі бұл возраст. Жаңа таблицада байқағандарыңыздай, уақыт өте келе әйел адамның жасы ұлғайған сайын АМГ гормонының мөлшері төмендеп отырады. Екіншісі бұл бізде преждевременное истощение яичников дейміз. Қазақшаға аударғанда ол аналық безінің мезгілінен бұрын ерте қартаюы. Және де үшіншісі бұл бізде егерде аналық безіне операция жасалынатын болса. Мысалы, удаление кисты, эндометриоидный, дермоидный, кейде фолликулярный кистада жарылып кетеді, экстренный операцияға түсіп жатады. Мінекей, кез келген аналық безіне жасалынатын операциялар бұл именно авариальный резервтің төмендеуіне, АМГ-ның төмендеуіне алып келеді. АМГ гормонын біз етеккірдің кез келген күніне тапсырсақ болады, оны арнайы лабораторияға барып, қан арқылы тапсырып, мөлшерін білуіңізге болады. Жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және осы тақырыпта сұрақтарыңыз қалған болса, видеоның астына жазсаңыздар, комментарийге мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын.